Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ірімшік қосылған бәліштің рецептін ұсынбақшымын. Бұл бәліштің сан түрлі рецепті бар, бірақ сіздерге солардан бірі тез дайындалатын жолын көрсеткім келеді. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Жұмсақ сары май мен қантты бір келкі масса болғанша шанышқымен араластырып аламыз. Бір дана жұмыртқаны саламыз, тағы да жақсылап араластырамыз. Егер сіздерге шанышқымен ыңғайсыз болса, миксер қолдануға болады. Жақсылап араласқан массаға електен алдын ала өткізілген ұнды, разрыхителді саламын, толықтай қамыр илеймін. Массаға салып жұмсақ қамыр иледім. Артық ұн салуға кеңес бермеймін. Рецепттің грамм мөлшерін описание бөлімінде жазып қоятын боламын. Қамыр жұмсақ, майлы болып тұрады, бірақ қолымызға жабыспайды. Егер жұмыс жасау қиын болып жатса, тоңазытқышқа 30 минут 1 сағатқа қойып алуға кеңес беремін. Енді формаға орналастырамын. Менің жағдайымда форма 21 см диаметрде. Шет жақтары барлығы жақсы орналасқанша қолымызбен басқылап орналастырамыз. Енді ірімшікті массаны дайындаймын. Ірімшікті саламын. Майлылығының пайызы маңызды емес. Менің жағдайымда 5% ірімшік. Сосын қаймақты саламын. Қаймақтың да майлылығы маңызды емес. Менде 20% қаймақ. Қант саламын және кукурузды крахмал саламын. Егер кукурузды крахмал болмаса, ұнмен немесе манкамен алмастыруға болады. Бір дана жұмыртқаны саламын, жақсылап блендердің көмегімен бір массаға келтіремін. Блендер болмаса, шанышқымен жасауға да болады. Шанышқымен қолданғанда ұзақ уақыт алады. Пешті алдын ала қыздырып қоямыз. Формаға массаны құйдым. Тегіс етіп жан-жақтарына орналастырамыз. Салмасын неше түрлі жидекте салуға да болады. Әрине ол өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Менің жағдайымда қарақат қолдандым. 190 градуста пеште шамамен 25-30 минут шет жақтары қызарғанша пісіріп алдым. Әр пештің қыздыруы әртүрлі болғандықтан өзіңіздің пешіңізге қарай қадағалаңыз. Шет жақтарында қамырлары қызарып тұруы керек. Осы піскен өзінің формасында кесе берсеңіздер де болады. Әсемдеу жағы әрине өз фантазияңызға байланысты. Мен сіздерге ішін қалай піскенін көрсеткім келді. Қамыр мен ірімшікті салма бір-бірімен жақсы үйлесіп, өте дәмді болып шыққан. Видео рецепт ұнаған болса, лайк басуды ұмытпаңыз. Каналыма жазылып қоюды ұмытпаңыз. Аптасына шығатын рецепттерімді жіберіп алмаңыз.